Бәріне сәлем, құрметті достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге денсаулық каналы. Бүгінгі видеода балалар мен жүкті әйелдердегі жөтелді қалай үй жағдайында басамыз. Көбіне комментарияда осындай сұрақтар келеді. Соны ескере отырып, сіздерге арнайы шығарып отырмын. Лайк басыңыздар, достар, подписацияны да басуды ұмытып кетпеңіздер, тіркелу яғни. Және комментарияға өз ойларыңызды, өз жылы лебіздеріңізді жаза кетіңіздер. Қоңырау шанын да басуды ұмытпаңыздар, өйткені видеоны бірінші болып үнемі көріп отыру үшін. Бұл жасалайын жатқан сироп балаларды емдеуге арналған және жүкті келіншектерге жөтелді басуға арналған. Бұл видеоны мен өзім түсірдім, даусым жай болып қалған, сондықтан сыртынан сөйлеп айтып отырмын қазір. Күшті сиропты дайындау үшін бізге пияз керек. Пияз, пышақ, қасық, үлкен қасық, және де деген секер, шекер, сахар. Үш түрде айтайын, өйткені комментарияда түсінбей жатқан адамдар бар екен. Және пиязды кесеміз. Осылай ұсақтап. Бұл сироп бір жағынан иммунитет көтеруге де жақсы, бір жағынан тәтті, балалар бас тартпай іше алады. Және ең бастысы үй жағдайында жасалады, барлық қолда бар. Дайын ұсақтап кескен пиязымызды банкеге саламыз. Банкеге салып болғаннан кейін оның үстіне 2 қасық, үлкен қасық секер саламыз. Салып болғаннан кейін былғаймызда 2-3 сағат бөлме температурасына қойып қоямыз. 2-3 сағаттан кейін керемет тәп-тәтті емдік сироп шығады. Оны балаларға күніне 2 мезгіл бересіз, кішкентай қасықтан, үлкендер 1 қасықтан 3 мезгіл ішеді. Видео ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыз.